90 жылдардың ортасында журналист Лоуренс Райт ажыратылған үшемдер туралы зерттеу мақаласын жаза бастайды. Ізденіс барысында баланың психоаналитикалық анализ талдаулары атты танымал емес зерттеуді табады. Бұл зерттеу еңбекте жасырын жүргізілген зерттеулер мен бір-бірінен ажыратылған бауырлар туралы жазылады. Сол еңбекте балаларды психоаналитикалық зерттеу мақсатында әдейі бір-бірінен ажыратылғандығы туралы жазылған. Және де бұл эксперименттің барлығы да бір агентствода болғандығы анықталады. Луис Вайс агенттігі туралы жазылғандығы белгілі болады. Бұл агенттік үшемдерді асырауға берген агенттік болып табылады. Үшемдер өздерінің ғылыми эксперимент нысаны болғандарын естігенде қатты ашуланады. Кейінірек үшемдер кішкентай кездерінде ер адам мен әйел адамның үнемі үйлеріне келіп, әртүрлі тесттер алғандығын естеріне түсіреді. Осындай психологиялық тесттер үш отбасыда да жүргізіліп отырған. Бірақ ата-аналар да үшемдер де бұл туралы ешқашан күмәнданбаған. Өйткені агентствода асырап алу барысында